ана қыз қайда екен? Қоша Арыстанға дарға түсіп бір мен кітап оқып алмасам. Так. Ой, дың-дың. Иногда. Тұр. Алло, привет. Привет, тез WhatsApp оқыш. Жарайды. Так. Привет екен. Ертең Олимпиада. Мен қатыспаймын. Бір сағат болып оқып атқанма. Ой, тез барып немді істеп тастайын. Бай қысқа. Шыш кеттім ғой. Қайдан келіп өрге болады? Сен жоқта бана аяқты оттың ғой, лифтте отырып. Жүш саған ақылдасатын бір. Ақылдасатын. Өзіміз жеке болмаймыз, сол ақылдасады. Сабақ оқитын жерде ақылдасамыз. Короче, мен немді складымды саттым. И сол бір кете былыта болды да. И сол адам жынма деп тұр. Енді мен оны бір жаққа қалай бір қужелін қуасың ба? Кедей адам емес па ол? Сен вообще складыңды сатып бір адамға бір мұқтаж етіп, бір Алладан сен егер оған көмектесең, Алладан сыйлық қайтып келеді. Қумашыл кетші бар вообще. И күтші что? Қуат шынды. Балам кел отыра ғой жерге. Қазір апайлар тапсырып еді. Істеп кетем. Балам, қазір оқушылар келеді. Сен мына жерде отыра тұр кішкене. Жаным, отыра ғой. Уақыт әрі бастамапты ғой. Ұйықтап кетіппін ғой. Қазір балам сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Мен баламмен аяққа қойып кетсем, мама келші отырады. Өтінем. Артты бортау қойып кеттің, ұстамақ бар ма? Балам, мен аяққа отыра қой. Кеттім, бала саяға түстім. Апай. Тапсырдым ол. Шық кеттім ғой, мен аяқтаған ақ қой. Что балтырға безопасности баламға қоңырау шатыр. Мәсән. Так, ой. Үшінші тұрғайын. Қойын. Ана барыш. Типа біздіңше. Сәлеметсіздер, мен бәрін естіп тұрмын. Мен өзінше емес, меніздер мен жағдайым болмағанда осы жұмыс істеппін. Сіздер де ағылшын орыс тілден беріп тұрасыздар ғой. Алдында көрген бір апайдан жалынға тұрғандарыңызды. Оны неге сіздер мен өзін-өзі кетіп жатқан адамға сөйтіп айтасыздар? Мына жерде негізі мен тазалайық дедім. Енді осы жерлерді сіз тазалайсыздар. Шошып кеттім. Не істеймін? Бәрі адамдар артына өсектеп отыр. Саған уже ертең айлаға апарып тастауым керек мына қызға. Істесем болады екен. Қой жақсы. Баламдап кете қойын. Кешіріңіз. Келіңіз. Балам жүре ғой, кеттік. Үй күте тұрмын. Жұмыс уақыты 8-де бітеді. Ал сіздағы 7 жоғарым болып 30 минуттен кейін бітеді осы. Өтем қайта берсем бола ма? Жарайды. Жақсы қайтыңыз. Рахмет. Балам жоғар мен. Мен лифтке жоғарғы лифтке бар екен. Давай. Барамыз ғой. Жақсы. Міне шел. Как? Кетіп қалам. Бүгін 3 теңгем бар. Кеттік. Келінен қарап сағалымдай. Астын көрпеше тістеп, онда істеп қойдым. Кел. Молодец. Так, істесін ана бәрі. Прям шақаш. Саған.
Наңғары балам, бәрін кім істеген? Балам екеуміз киініп алатын қой. Мә балам, мынау саған. Қара өте әдемі жарасаған. Вау, маған өте әдемі көйлек бар екен жұмысқа. Неткен күшті. Жауып қойайын, алан ешкім емес. Мә балам, осы мен пижамам болсын ба? Өй, кел балам. Шаршап кеттім ғой, қызықты өтті. Айтпашы, жатым келіп тұр. Айтпашы, телефонды бекінет жатай кел. Мен ана қазанкадан не алуым керек? Мен қазанка деп ана қыздан алуым керек. Не істеймін енді? Қош, алмай қош, бір апта бершеш, не ол? 5 күн сайын, 2 күн сайын тексерем деген. Онда жаны ая, кішкене ма? Күтіңіз бәрін заңда отыр. Алло, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Сіз бе жұмыс істеген? Мен жұмыс істеген. Сіз деген. Онда бүгін тез келіңіз, зато айлығыңыздан қысқарып тастайын. Келем. Байт, көрдің ба? Көрдім. Анау саған қалай келе жатыр? Ол сені жамандап басына келеді сол нәрсе. Білесің ба оны? Білем, саған енді ана кісі дұрыс қарау керек сияқты. Мен қара киім қойды, әне жоғарында тұрайын. Құсайды жақтырып қалсы өзі ғой. Жақсы, кетіп ал. Тез кетейін бет. Давай, жақсы. Пока. Ұйқым беріп кетті ғой, қош жоқты салаңыз. Не ба? Сияқты өлген айтуым керек па? Ана бастықтан болайын. Мына жақта концерт болып жатыр. Тез арада кетіп қалайын мен. Мәссаған, бастық қайда өзі? Мынау ма бастық? Сіз ба бастық? Мен. Қалай шығар? Үстінен секіріп отыр. Жай ғана болсы ой. Осымен талқылап алайық. Сосын барып шешеміз. Жарайды. Надюм. Рахмет бәріңізге. Сіздермен бүгін осылайынан концерт бітті. Екінші концертті тамашалауға дайындалыңыздар. Сәлем, бүгін бізде Нантюанмен бірге концертімен өлең айтамыз. Ал, кеттік. Оға дейін санайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал, өлеңімізді бастаймыз. Қалай болды менің концертім? Өте күшті. Өте күшті. Рахмет бәріңізге, сау болыңыздар. Надюан!
шаршап кеттім. Қандай жұмыс бітірдің, жұмыс шаршап кететін деймін. Ой, өлең айтып кеттім. Сен дыбысың да жоқ қой. Дыбысымыз бар, Құдайға шүкір. Мен ұйықтаймын. Киім шешеш қайтама. Қош. Қысқаныңыз. Жақсы. Шаршап кеттім ғой. Қайтайын телефон қарап. Бәріңізге сау болыңыздар. Осымен біздің кино аяқталды. Қалай ойлайсыздар? Кейде ана дегеннің ролигі ұнады ма, ұнаған жоқ па? Комментке жазып кетіңіз. Әрине сіздерге ұнады деген ойдам. Сау болыңыздар.